Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды алғашқылардың қатарынан бірінші болып біліңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін баса кетіңіз. Петропавлда зорлық-зомбылық белгілері бар 3 адамның денесі табылды. Солтүстік Қазақстан облыстық полиция департаменті баспасөз қызметінің хабарлауынша 28 желтоқсан күні сағат 13:25-те зорлық-зомбылықтың белгілері бар 3 адамның денесінің табылған туралы телефон арқылы хабарлама келіп түскен. Аталған факт Қазақстан Республикасы қ.ның 99 бабы 2 бөлігі 1 тармағы 2 немесе одан да көп адамды өлтіру бойынша сотқа дейінгі тергеп тексерулердің бірыңғай тізілімінде тіркелді. Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің қызметкерлері облыс орталығының 2 тұрғынын ізін суытпай ұстады. Күдіктілер Петропавл қаласы ПБ уақытша ұстау изоляторына қамалды. Қазіргі уақытта істің барлық мән-жайларын толық, жан-жақты және объективті зерттеуге бағытталған тергеу әрекеттері жүргізілуде. Іс Солтүстік Қазақстан облысының прокуратурасы мен полиция департаментінің бақылауында. Қазақстан Республикасы қ.ның 201 бабына сәйкес сотқа дейінгі тергеп тексеру деректері жария етілмейді. Толығырақ төмендегі сайтымыздан көре аласыздар. Егер де біздің видеолық ұнаса, подписаться және бір ғана лайк түймесін басып кетулеріңізді сұраймыз.